Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып тақырыбы «Мен сүйкімді балам» бөлімінен кішілерге қамқор бол өлеңі. 4-ші сабақ. Бірінші тапсырма Бүркіт Ысқақовтың кішілерге қамқор бол өлеңі. Сүйкімді бала атанып, сүйсінкін келсе кісіні, жіберме үлкен қателік, жәбірлей көрме кішіні. Жүр екен ойнап бұрышта, өзіңнен кіші жас бала, соқтықпа оған, ұрыспа, тимесін және басқа да. Келеді сәби көшеде, итеріп оны қалма сен, ойыншық, кәмпит кесе ме, қолынан тартып алма сен. Кішіге күш көрсетіп, жәбірлеп оны ұрма сен. Кіші де өсер ержетіп, үлкендік оған қылма сен. Жәбірлей көрме деген, ренжітпе деген мағынада. Өлеңде өзінен жас үлкен балаларға, сәбилерге деген дұрыс қарым-қатынас, әдептілік ережелер туралы айтылған. Автор балаларды күнделікті өмірде кездесетін мынандай жағымсыз қылықтардан сақтандырады. Өзінен кіші балаға соқтықпау, ұрыспау, өзгелердің тиісіне жол бермеу, көшеде келе жатқан сәбиді итеріп қалмау, кішкентай баланың қолында ойыншығын, кәмпитін немесе затын тартып алмау, әлсізге күш көрсетіп, жәбірлемеу және ұрмау керектігін көрсетеді. Негізгі идея кішіге қамқорлық жасау адамгершіліктің басты белгісі. Өлеңнің басты мақсаты балалардың бойына мейірімділік, жанашырлық, кішіпейілдік қасиеттерін қалыптастыру. Автор кішіде өсер ержетіп, үлкендік оған қылма сен дей отырып, бүгінгі кішкентай баланы ертең азамат болып өсетін, сондықтан күштілігіңді пайдаланып, әлімжеттік жасау үлкен қателік әрі мәдениетсіздік екенін ұқтырады. Нағыз сүйкімді әрі сыйлы бала болу үшін әрдайым өзіңнен кішілерді қорғап, оларға қамқор болу керек деген ойды меңзейді. Тапсырма болмайды. Соқтығу, ұрысу, итеріп қалу, затын тартып алу, күш көрсету, ұру болады. Қамқор болу, қорғау, сүйіспеншілік таныту. 2-ші тапсырма өлеңнің мазмұнына сай келетін мақалды тауып, үлкенге құрмет, кішіге ізет, ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. 2-ші тапсырма сүйкімді бала атанып жүрсің бе? Суреттерге қарап сөйлеуге болады. 1-ші суретте бала атасының алдында домбыра тартып, өз өнерін көрсетіп отыр. Атасы немересіне риза болып, мейіріммен тыңдауда. Бұл үлкенді сыйлаудың, өнерге құштарлықтың белгісі. Ал 2-ші суретте екі қыз бала аула ішінде егілген гүлдерге су құйып, күтіп баптауда. Бұл еңбекқорлықты, табиғатты аялауды және қоршаған ортаға қамқорлықты білдіреді. 3-ші сурет екі дос бірге отырып дойбы немесе шахмат ойнап жатыр. Ол уақытты пайдалы өткізіп, ақыл ойын дамытуда. Ойын барысында бір-бірін сыйлап, тату ойнау әдептілік. 4-ші сурет сахнада ұлттық киім киген балалар би билеп, өнер көрсетіп жатыр, ал көрермендер оларды ұйып тыңдауда. Бұл сахна мәдениетін, өз елінің өнерін, дәстүрін қадірлеуді көрсетеді. Сөйлеу, әңгімелеу. Мен сүйкімді әдепті бала атанып жүрмін деп ойлаймын. Оған суреттегі балалардың іс-әрекет дәлел болады. Мен де үйде ата-анам мен әжемді тыңдап, оларға өз өнерімді көрсетіп, қуантуға тырысамын. Аулада гүлдер мен ағаштарға су құйып, еңбек етемін. Достарыммен тату ойнап, бос уақытымда зияткерлік ойындармен айналысамын. Мектептегі іс-шараларға белсене қатысып, мәдениетті бола ұмтыламын. Осындай жақсы істерім арқылы айналама сүйкімді бала боламын. Сүйкімді бала болу тек сырт келбеттің әдемілігі емес, ол әдептілік пен ізеттілік. Үйде мен үлкендерді сыйлаймын, атама домбыра тартып беріп батасын аламын, үй шаруасына көмектесіп, ауладағы гүлдерді суарамын, табиғатты қорғаймын. Достарыммен ешқашан ұрыспаймын, бірге дойбы ойнап, достығымызды нығайтамын. Өз елімнің мәдениетін, биі мен әнін жақсы көремін. Осы қасиетті бойына жинаған бала нағыз сүйкімді бала атанады. Оқушыларға осы суреттегі балалардың қайсысы сені күнделікті өмір ұқсайды деген сұраққа өз тәжірибесімен байланыстырып сөйлетуге болады. Жаңа біз сүйкімді бала атану үшін деген осындай тақырыппен әңгімеледік. Енді қорытындылай келсек, ешкімге тиіспеу, өзіне кіші балаға ұрыспау, қамқор болу, көшеде келе жатқан бала итерме, қолындағы заттарды тартып алма, ертең ол да үлкен азамат болады. 4-ші тапсырма ақынның айтқан ақылын жазып ал. Сүйкімді бала атан, жәбірлей көрме ешкімді, кішіні итеріп қалма, кішіге қамқор бол. 5-ші өнерлі бала, сүйкімді бала деген нақыл сөздердің асты сызылған тіркесті басқа сөздермен алмастырып қой. Тәртіпті бала, сүйкімді бала, әнші бала, сүйкімді бала, әдепті бала, сүйкімді бала деп 3 тіркес сөзді алуға болады. 6-шы сүйкімді бала атану үшін не істеуге болмайды? Жалғастырып айтыңдар. Сабақтан кешігуге, себепсіз қалуға болмайды. Мектепте жүгіруге болмайды. Қыз баланы ренжітуге болмайды. Кішкене баланы итеруге болмайды.
Ағашты сындыруға болмайды екен, құсты атуға болмайды. Тағы да басқа сөздерді өздерін құрастырып айтуға болады. Балалар, бүгін біз кішіге қамқор бол өлеңін оқи отырып, өзіміздің қандай бала болатынымыз, әдепті, кішіге қамқор болып, үлкенді сыйлау туралы біраз мағлұматтар алдық. Сабақ аяқталды.